Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Даусым естіліп тұр ма? Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі біздің тақырыптық дәрісіміз, онлайн дәрісіміз өз жалғасын табуда. Дәрісіміздің тақырыбы тары дақылының маңызы деп аталады. Жалпы қазіргі лекция барысында жоспар бойынша тары дақылының морфологиялық, биологиялық сипаттамасы, классификациясы, яғни жіктелуі, сонымен қоса тақырып негізі тары дақылының маңызы, одан кейін мысалы үшін Қостанай десе бидай, Қызылорда десе күріш, Ақтөбе десе тары, яғни кез келген қазақтың есіне Ақтөбе десе тары түседі. Сол себептен Отан соғысы жылдарында тары өндіруден рекордтық көрсеткішке жеткен Шанах Берсеев, міне осы кісі туралы да тоқталатын боламыз. Жалпы тары дақылы бұл әр қазақтың жаңағы төрінен орын алған, дастархан төрінен орын алған ұлттық тағамдарымыздың бірі. Оның шаруашылықта, ауыл шаруашылығында, адам өмірінде маңызы орасан зор. Әрине маңызын біреу білсе, біреуі білмес. Міне сол себептен біз лекциямызды бастаймыз. Мен лекциямды қазір слайд түрінде көрсететін болам. Ендеше іске сәт. Лекцияның тақырыбы тары дақылының маңызы деп атадық жаңа, жоспарын айттым. Келесі тары орысша просо, латынша атауы панициум, астық тұқымдасына жататын бір жылдық шөптесін өсімдік. Әлемде 500-ге тарта түрі белгілі. Елімізде тек қана бір ғана түрі екпе тары егіледі. Бұл тарыдан жаңағы жарма алуға қолданады. Жалпы бұл ежелде ерте пайда болған дақылдардың қатарына жатады. Тропикалық аймақта кең таралған. Және де 19 ғасырларда осы егістік жерлердің 75-80%-не тары дақылы егіле бастаған екен. Тіпті Қытайдың өзінде осы күріштен бұрын тары дақылы егілген. Тары дақылының шығу тегі болжам бойынша мына шығыс елдері Үндістан, Моңғолия, Алтай өңірлері болып табылады. Оның құндылығы тарының адам өмірінде алатын маңызы зор, құндылығы жоғары ас ретінде және ауыл шаруашылығында да кеңінен пайдаланылады. Классификациясы. Жалпы классификация дегеніміз бұл яғни жіктелуі. Кез келген тірі организм, адам, өсімдік, жануар, вирус, бактерия барлығы дерлік жіктеледі. Міне осының тарын жіктелуін қысқаша айтатын болсақ, тары дақылы өсімдіктер дүниесіне жатады. Оның өсімдіктер дүниесінің ішіндегі жоғары сатыдағы өсімдіктерге жатады. Жоғары сатыдағы өсімдіктер дегеніміз бұл барлық мүшелері айқын дамыған, айқын көрінетін, жақсы жетілген өсімдіктерді айтады. Одан кейін гүлді өсімдіктер бөлімі. Гүлді өсімдіктердің ерекшелігі гүлінің, жемісінің және аналығының болуы. Осы жер бетіндегі көптеген өсімдіктер, осы 80-90% өсімдіктер осы гүлді өсімдіктерге жатады екен. Тіпті Африкада өсетін кактуста осы гүлді өсімдіктерге жатады. Одан әрі дара жарнақтылар класы, одан кейін астық тұқымдас дақылдар. Астық тұқымдас дақылдарға барлығымыз білеміз. Бұның тұқымы дәнек, барлығына тән ерекшелік. Және де бидай, қара құмық, күріш, сұлы, жүгері, арпа, тары, міне осылардың барлығы астық тұқымдасына жатады екен. Тары туысы және әрі қарай тары түрі. Енді өсімдіктердің осы тары өсімдігінің морфологиялық ерекшеліктері, морфологиялық белгілеріне айтатын болсақ, кез келген өсімдіктің жер асты және жер үсті мүшелері болады. Жер асты мүшелеріне тамыры, яғни өсімдіктің тіреуі, негізгі бөлігі, негізгі органы тамыры, одан кейін жер үсті мүшелеріне жапырағы, сабағы, гүлі, жемісі, міне осыларды жатқызады екенбіз. Тарының тамыр жүйесі шашақ тамыр жүйесіне жатады. Бұнда негізгі тамыр болмайды. Болған күннің өзінде де нашар дамыған, жуандамайды, басқа тамырлармен бірігіп өсіп кетеді. Міне суреттен көріп отырғандарыңыздай тамыр жүйесі шашақ екені айқын көрінеді. 1 метр тереңдікке дейін бойлап өсе алады. Келесі жер беті мүшелері сабағы тік цилиндр тәрізді, іші қуыс болып келеді. Сабағын халық аузында
шаруашылықта сабан деп те атайды, және де сабағын сыртқы көрінісі мына бамбук тәрізділерге жатқызады, яғни көріп отырсыздар, сыртқы көрінісі бамбукқа ұқсайды. Сонымен қоса биіктігі 40 сантиметрден 2,5 метрге дейін жетеді. Сабақтың жуандығы төменгі жағында 1,5 болады, және де бір түптен 5 өнімге дейін шығады екен. Келесі жапырағы, суретте жапырағы қарапайым екені көрініп тұр, яғни кезектесіп орналасады, линиялы тақташа тәрізді. Жапырағының ұзындығы 60 сантиметрге дейін жетеді. Жапырағының ұзындығы 65 сантиметрге дейін жетеді, ал жуандығы 4 сантиметрге дейін. Келесі гүлі немесе гүл шоғыры. Гүл шоғырының түсі күлгін түсті, сары, қызыл реңді болып келеді. Және де гүл шоғыры шашақ, негізгі өсіне жақсы жетілген. Гүлдері майда болады. Енді әрине кез келген өсімдіктің бұл жаңағы ақырғы нәтижесі және бізге керек өнімі, бұл әрине жемісі. Барлық астық тұқымдас дақылдарға тән бұл жемісінің дәнек болуы, яғни дәнек бұл тұқым жарнағымен бірігіп кеткен, қатты, майда болады. Осынысымен ерекшеленеді. Пішіні домалақша, сопақша, ұзынша формалы болуы мүмкін, және де түсі де, мысалы үшін ақ түстен күлгін қоңыр түске дейін ауысады. Осы астық тұқымдас дақылдардың жалпы жемістің сапалығын анықтаудың бір жолы бар. Яғни мұнда 1000 тұқымның, 1000 түйір дәннің салмағын өлшейді. Әрине, егерде салмағы неғұрлым жоғары, көбірек болса, жеміс, дәнек, соғұрлым сапалы деген мағынаны береді. Мәселен, бұл тары дақылында 3,5 граммнан 11,5 граммға дейін ауытқиды. Вегетациялық периоды және немесе биологиялық ерекшелігі тары жылу сүйгіш дақыл, өзіне аса қолайлы ортаны қажет етпейді, алса қолайлы орта талғамайды, жоғары температурада да жақсы өнеді, және де сұр сортан топырақта да жақсы өнім бере алады. Бұл деп отырғанымыз мына біздің Қазақстанның еліміздің климатына өте қолайлы өсімдіктердің бірі деп айтуға болады. Вегетациялық периоды дегеніміз бұл яғни тұқым себілген, егілген күннен бастап жеміс бергенге дейінгі аралықты вегетациялық период деп атайды. Вегетациялық периоды орта есеппен 80 күн, ал бұлайша айтқан кезде 60 және 120 күннің арасын құрайды. Тұқымның бүртуі 3-20 күннің арасын құрайды. Түптенуі 10 мен 30 күн арасы, толықтай пісіп жетілуі 40 пен 45 күн арасы, және де ары қарай жемісінің пісуі. Енді біздің тақырыбымыздың жаңағы негізгі бөлімі бұл тарының шаруашылықтағы және адам өміріндегі маңызы. Тары адам өмірінде шаруашылықта пайдасы зор. Тары дақылы туралы қан майданда жауынгерлер кеспе көже күн батқанша, бидай көже ел жатқанша, тары көже таң атқанша деген нақыл сөзінен де осы тары дақылының қаншалықты құнарлы, нәрлі екенінде байқауға болады. Тары дақылын тек қана жаңағы қоректік зат ретінде емес, сонымен қоса өнеркәсіпте де қолданады. Қоректік зат ретінде оның құрамында өте көптеген адамға қажетті, адам ағзасына қажетті компоненттер, яғни атап айтатын болсақ, май, көмірсутек және ферменттер, сонымен қоса құрамында алмасуға жатпайтын амин қышқылдары, минералдық заттарға өте бай, фосфор, магний бар, микроэлементтерде цинк, мырыш, ПП витамині, бұл фолий қышқылы, В1 тиамин, B2, рибофлавин, осындай дәрумендер бар. Жаңа айтып кеттім, тек қана тағамдық қоректік мақсатта емес, сонымен қоса өндірісте, жеңіл өнеркәсіпте катализатор ретінде қолданады. Бұдан жаңа жабысқақ түрлерінен қағаз, текстильді өндірісте қолданады, крахмал алынады, сыра, спирт өндірісінде, жаңағы текстильді өндірісте қолданады. Сонымен қоса мал азығы және құстар үшін теңдесі жоқ азық болып табылады. Тарының қоректік сапасын арттыру мақсатында көптеген дамушы елдерде зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Тарыдан алынатын майлар бұл ерекшелігі глютенсіз линол қышқылы және токоферолдың көзі болып табылады. Ауыл шаруашылығы мен өндірістегі маңызы.
жаңа айтып кеттік, біз сабағын халық аузына сабан деп те атайды. Міне ауыл шаруашылығындағы маңызы бұл тарының сабаны жеген сауын сиырдың сүтінің өнімі мол болады және құнарлығы артады. Сабанның сапасы қыстың күні өзінде көктемдегі көк майсадан кем түспегені дәлелденген, және де тарының сабанында дәрумендердің, яғни витаминдердің көп болуына байланысты малдар сүйсініп жейді екен. Және тарыны жеген тауықтар көп жұмыртқалайды. Жұмыртқаның қабығы қатты болады, ұзақ сақталады. Булап шошқаға және қағазға жем қылып береді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша тарыны емдік қасиеті қазіргі медицинада дәлелденген. Олар күш-қуат берумен қатар бауырдың жұмысын жақсартады, терлетуге әсер етеді, сүйекті нығайтады, жарақаттың жазылуына, терінің әрленуіне, қан қысымының реттелуіне, ішек-қарын жұмысын жақсаруына және де ісікті қайтаруға, тіс ауырғанды тоқтатуға, міне осы секілді көптеген адам ағзасына пайдасы бар. Сонымен қоса бұлшықетті нығайтып, әл-ауқатты арттырады. Сонымен қоса бауырға бірден бір ем екен. Бұл талқан немесе кейбір жақта жаңағы жарма деп те атайды. Яғни бұл тарының өңделген өте ұсақ ұнтақ түрі, ұн секілді. Бұны сүтпен, қаймақпен, кілегеймен жейді. Ұлттық тағамдарымыздың бірі, бұны қарт кісіден балаға дейін сүйсініп жейтін сондай керемет тағамдардың бірі болып табылады. Осы тары дақылының, яғни талқанды күніне 200 грамм жеген адам қан аздығынан құлан таза айығады екен. Және де бұл қартаю үдерісін баяулатады. Тары дақылы қартаю үдерісін баяулатады. Осы бала күнімде мен тары туралы әжемнен еститінім. Әжем өзі айтады, жаңа бала күнде жастық шағында үнемі тары шайнап жүреді екен. Міне бәлкім осының салдары шығар, тісіміз көпке дейін құрт жемей және қатты болып орнында түспей тұрды дейді. Бұның қазір стоматологтардың өзі айтады, қызыл ектің тістің қатты болу үшін үнемі қатты тағам жеу керек. Жұлып жейтін тамақтарды, тағамды жеу керек, яғни жұмсақ тағамдар бұл тістің атқару қызметін баяулатады. Тары дақылының маңызы туралы ұлттық тағамдарымыздың бірі деп жаңа айтып кеттік қой. Міне біздің көбіне мына тарыны өстіргеннен кейінгісін бұл шикі-сөк дейді. Шикі-сөк біздің ұлттық тағамымызды дайындауға аса жаңағыдай бір қажеттілік, яғни дайындай алмаймыз. Оны қуырғаннан кейін ғана біздің ұлттық тағамымыз дайындалады. Оны әрине қуырудың, өңдеудің өзіндік ерекшелігі бар. Бізді мына көшпелі өмір салтымызға тез дайындалатын және ұзақ сақталатын тағам қажет екен. Міне сондай тағамдардың бірі, яғни бір Исаев, Алтаев, Күзембаев деген секілді тары өңдеу технологиясы мен тағамдық қасиеттер атты зерттеулерінде көшпенді қазақ халқының тұз дәмі деп аталатын тағамы болған. Бұл ақталған тарыдан дайындалады. Оны қоста, далада, жорық кезінде малшылар, жолаушылар, жауынгерлер пайдаланған екен. Осы қуыру арқылы тары, кәдімгі қуырылған тары және жарма, талқан алынады екен. Талқанды қазіргі таңда біздің жаңағы елімізде Қостанай облысында National Food Company Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестік қолға алған. Бұнда күніне шамамен 20 тонна өнім өндіріледі. Бұл жай ғана талқан емес, яғни оның құрамына әртүрлі пайдалы микроэлементтер, ферменттер қосылған. Болашақта бұл өндіріс тек қана талқан емес, яғни тардан алынатын талқан емес, басқа да астық тұқымдас дақылдары өнімінен талқан алуға машықтанған, яғни осындай алдыға мақсат қойып отыр. Және де қазіргі таңда мына жарнамаларда түспейтін лапша, тез дайындалатын ботқалар, әртүрлі диеталық тағамдар, міне сондайлар қаптап кетті. Міне осылардың орнына таңғы ас ретінде әсіресе балаларға және жүкті әйелдерге осы талқанды сүтпен және де әртүрлі қосымша заттармен араластырып қосып берсе, әлде қайда пайдалырақ болар еді. Өйткені пайдасын жаңа қандай пайдалы екенін айтып кеттік. Енді шаруашылықтағы өндірістегі маңызы туралы айтсақ, бұл кісі голливудтық актер Вуди Харрельсон.
осыдан 10 шақты жыл бұрын бұл кісінің бастамасымен, идеясымен жаңа экологиялық таза өндіріс орны ашылды. Бұл кісінің мақсаты бойынша әлемдегі ағаштардың кесуін азайту. Бұл кісінің технологиясы бойынша мына астық тұқымдас тек қана тары емес, кез келген астық тұқымдас дақылдардың өнімі, яғни сабаны, яғни бұл қалдық болып табылады. Осының 80% сабан және 20% ағаштан қағаз өндіріп шығару. Қазіргі таңда бұл кісінің идеясы жұмысы, яғни тоқтап тұр, өйткені инвестиция салушылар аз секілді. Шын мәнінде бұл өте керек өндіріс, өйткені бұл бірден-бір экологиялық таза өнім. Мысалы үшін 1 грамм, 1 түйір ақбетті А4 қағазды алу үшін 10 грамм ағаш кетеді екен. Енді әлемде күніне осы жиһаз үшін, қағаз үшін қаншама ағаш шабылуда. Сабантой ертеректе, қазіргі таңда, яғни бұл соншалықты ауқымды деңгейде аталып өтпейді, бірақ қазақ халқының ұғымында сабантой деген болған. Сабантой бұл егіншілер күзде егіндерін жинап болғаннан кейін, қысқа дайындалып болғаннан кейін, егіндері бітік жақсы шыққаннан кейін, міндетті түрде күз айының басында, күз айының ортасында немесе сабантой тойлайтын болған. Ол жерде палуандар күресі, ойын сауық түрлері жүреді. Және де әртүрлі шаралар ұйымдастырылады. Келесі айтып кеттік, тары десе кез келген қазақтың есіне Ақтөбе түседі, ал Ақтөбеде әрине бірден-бір рекордтық көрсеткішке жеткен бұл ойылдың тумасы Шағанақ Берсиев. Шағанақ Берсиев Ақтөбе облыстық архивінде сақталған мәліметтер бойынша 1881 жылы Ойыл ауданы Ащыойыл ауылында шаруа отбасында дүниеге келген. Әкесі Бердісүгір балықшы, қарапайым шаруа болған, анасы тоқымашы болған. Орал қаласында 2 кластық, 7 жасында Орал қаласында 2 кластық білім алады. 2 кластық білім алады. Одан кейін Ойылға келіп, шайханада есепші болып қызмет атқарады. 23-24 жылдары отбасымен бірге елге оралып, жаңағы ұраға көмген тарын алып егін егеді. Бұл жердегі ұра деп отырғанымыз осы арнайы астық сақтайтын жерден қазылған арнайы орындар. Осы жаңағы астық тарыны егіп, мол өнім алады. Осының өзінде жақын ауыл аймаққа Шағанақ Берсиевтің мол өнім алғандығы туралы кен баяндалып кетеді. Бұл жерде диаграмма тары түсімі туралы Шағанақ Берсиев өз рекордын өзі 4 дүркін жаңартқан. Ашып айтатын болсақ, Шағанақ Берсиевтен осындай мол өнім алуының себебі неде дегенде, ол кісі егіске сапалы тұқым себу арқылы ғана 20% қосымша өнім алуға болады деген. 37 жылы 36 гектар жерден, міне әр гектарынан 37 жылы 23,5 центнерден алған, 38 жылы бұл көрсеткішті 1,5%-ке артқызды. Және осылайша көптеген жұмыстар, звено жетекшілеріне хат жазды, әртүрлі двигатель құралдарын сұрады осы тары өндірісін, тарыны көптеп өндіру мақсатында. Сонымен қоса ол айналасына шәкірттерін жинады. Ауыл аймақты осы тары өндірісіне, тары өндіруіне бар күш-жігерін салғызды. Тары дақылы облыстың бірден-бір брендті дақылына айналды. Одан кейін 40 жылы 5 қарашада республиканың 20 жылдығына байланысты Шағанақ Берсиев Ленин орденімен марапатталды. 40 жылы әрбір гектардан 40 жылы 120 гектар алған, 41 жылы 170 гектар 125 центнер өнім алған, 42 жылы 170 центнер өнім алған, және 43 жылы 201 центнер өнім алған. Бізне осыдан ол өз рекордтың өзі 4 дүркін жаңартты. Осылайша оны атағы қарапайым кішкентай ғана Ойыл ауданы барлық әлемге әйгілі болды. Бұның себебін, құпиясын сұраған адамдарға ол кісі: менде ешқандай құпия жоқ, мен өсімдіктермен тілдесе білемін, олардың бірі шөлдедім, бірі қарным ашты, мен олардың мұқтажын дер кезінде өтеп тұрамын деп айтқан екен. Ұлы Отан соғысы жылдарында тары дақылы, тары жауынгер дақыл деген қанат
сөз пайда болды. Отан соғысы жылдары Шығанақ Берсиев өзі 60 жасқа таяды, дегенмен де ол майдан үшін тер төгуден жалыққан жоқ. 42 жылы ауыл шаруашылығы үздігі жаңағы белгісімен марапатталды, және де Сталинге хат жазды. Сталинге жазған хатында өзін 3 ұлыда майданда жүрген, сонымен қоса майданға аянбай тер төгетінін өз атынан 20 мың рубль, 100 пұт нан, қызыл әскерге 100 пұт нан жіберген. Шығанақ Берсиевке отан соғысы жылдарында жаңа жақтан толассыз хаттар келіп жатты. Оның бір легі жауынгерлердің жазған хаттары болса, екінші легі агроном ғалымдардан келіп жатты. Әрқайсысы, яғни жауынгерлердің өзі осы жеген тарысы, Шығанақтың тарысы туралы көптеген жаңағыдай пікірлерін қалдырған, пікір жазған. Солардың бірі Ғабиден Мұстафин 1944 жылы 26 қыркүйекте Социалистік Қазақстан газетінде жариялаған очеркінде Шығанақ тарларын тарысы баланы сияқты ыстыққа шыдамды, дәні салмақты, әрі түсімді, банадай ақтары шайға салсан сүт, сүтке салсан май болып шыға келеді деп жазылған екен. Және де мана мен айтып кеттім, мың түйір дәнін басқа тарлардікі 5 грамм болса, Шығанақтікі 7-8 граммға дейін жеткен екен. Міне осынысымен оның қаншалықты құнарлы екенін және де қаншалықты сапалы екенін анықтауға болады. Шығанақ Берсиев туралы көптеген басылымдарға жариялайды. Оның атағы сонау Мәскеуге дейін жетеді. Мәскеуде жарияланған Новый мир журналының тілшісі Фиш болмайтынды болдырған, яғни человек, сделавший невозможное деген очерк жариялайды. 48 жылы Огонек журналында осы очерк тағы басылып шығарылады. 50 жылы бұл немістің атақты ғалымы Бертольд Брехт Шығанақ деген поэма жазады. Бұл поэманың желісі бойынша көшпенді халық жер ананы, өзінің жерін, табиғатын сондай жақсы көреді, және де жер анада оған еселеп жауабын қайтарады деген желісі осылай болады. Оны кейіннен 97 жылы Мұхтар Ғаниұлы Арынов және де ақын Қуандық Шаңғытбаев, жазушы Қуандық Шаңғытбаев қазақ тіліне аударады поэманы. Мынау диаграммасы. Және 1944 жылы өзі келесі өзінің рекордтық көрсеткіші ретінде 240 центнер өнімді алуды армандайды, және осыны мақсат тұтып бұл звено бастықтарының аудандық мәжілісіне хат жолдайды. Бірақ өзі 44 жылдың 28 мамырында дүниеден өтеді. Бұл мақсаты артында қалған шәкірттеріне, звено жетекшілеріне қалады, және де әрине 45 жылы бұл мақсат орындалып 240 центнер алынады екен. Бұл Ойыл ауданында орналасқан Шығанақ Берсиевтің мавзолейі 47 жылы ашылған. Мына жерде ашылу салтанатындағы суреттері бар. 47 жыл қараша айы қабылдау комиссиясы делінген. Ойылдағы тұрған үйі қазір музей. Бұл Ойылдағы ескерткіші. Бұл жаңа немістің ғалымы Шығанақ туралы поэма жазған. Және де Ақтөбеде Берсиев көшесінде көне қала бөлігінде ескерткіш бюст орналасқан. Бұның авторы орналасқан. Және де Шығанақ Берсиев атында көшеде бар. 1953 жылы Ойыл ауданында Шығанақ Берсиевке музей ашылды, ал 2007 жылы Ақтөбе шаруашылық колледжіне оның есімі берілді. Қазіргі таңда опытный елді мекенінде Шығанақ Берсиев атындағы жоғары колледж бар, және де ол колледжде де бюст ескерткіш орналасқан. Қазіргі таңда Ақтөбе облыстық архивте ол кісінің өмірбаянды құжаттары, араб әрпімен жазылған мақалалар мен естеліктері, майдандағы жауынгерлер мен адамдардың алған алғыс хаттары, құттықтау хаттары, фотоқұжаттар және тағы да басқа құнды деректер сақталуда. Құнды деректер облыстық архивте сақталуда.
осымен менің лекциям өз мәресіне жетті. Жалпы лекция пайдалы болды деген үміттемін. Тары дақылын сонымен қоса қазіргі таңдағы мына елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты профилактика ретінде, яғни бұл әр қазақтың дастархандағы бар тағам болып табылады. Сонымен қоса мен жаңағы денсаулыққа бір пайдасы, ол денеде жиналып қалған токсиндерді, жаңа антибиотиктердің қалдықтарын шығаруға өте көп үлесін қосады екен. Мені лекциямны соңына дейін болып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Аман саулықта жүздескенше сау болыңыздар, ауырмаңыздар, өздеріңізге, жақындарыңызға бай болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.